Өзге тақырыптарға өтейік. Елімізде 770 мыңға тарта еркек жатырын тексертіп, ал 600-ден астамы маммографиялық скринингтен өтіпті. Бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан анықталған былықтардың бір ғана мысалы. Өткен аптада Қаржы министрлігі қорға жүргізілген аудиттің қорытындысын жариялап жаға ұстатқан еді. Есепте жалған пациенттерді тіркеу, қайтыс болған азаматтарға қызмет көрсету, балаларға күніне мыңдап дәрі-дәрмек жазып беру сияқты деректер бар. Сөйтіп, мұны естіген үкімет міндетті әлеуметтік сақтандыру қорын Қаржы министрлігінің қарауына беру туралы шешім қабылдап, оны президент те қолдайтынын айтқан. Депутаттар болса қордан қомақты қаражат жымқырғандарды жауапқа тартып, жазалау керектігін айтып жатыр. Қысқасы, мәнісі кеткен мәмістің ендігі жайы не болмақ? Ердәулет Ыбырайұлы біліп келді. Выявлен факт оказания и оплаты медицинских услуг лицам, умершим до даты оказания услуг. Установлено 3640 случаев по 996 пациентам. Мәміс жаңадан іске қосылған болса, мұны дәрігердің білместігі не жүйенің қателігі деп қабылдауға болар еді. Алайда дәл осы фактілер әдейі жасалғандай. Өйткені Умершего в 23 году. 2023 жылы қайтқан адамды 2025 жылы қабылдауға жазған. Олардың қайтыс болғанына негізі 2,5 жыл өткен. Сондай-ақ пациенттің жынысына сәйкес келмейтін скрининг жасалыпты. Ол қызмет үшін 1,8 миллиард теңге төленген. Осындай 769 мыңнан астам жағдай анықталды. скрининг қауіпті ауруларды ерте анықтау мақсатында негізінен 30 жастан асқандарға арналған тексеріс түрі. Мемлекет оны міндетті қызмет қатарына қосқан. Пысықайлар осыны пайдаланған. Мәселен, 768 мың ер адам жатыр мойны обырына, яғни әйел ауруларына тексерілген. Оған қоса 619 жігіт маммографиядан өтті деп есеп тапсырылыпты. Красайская клиническая. Тек бір ғана Қарасай аудандық ауруханасында осындай 11.123 жағдай анықталды. Сондай-ақ балаларға арналған дәрілік заттарды жүйелі түрде жалған тіркеудің 68.717 жағдайы нақтыланды. Демексид препараты бойынша екі балаға 126 мың жазба жазылған. Мұндай факты Астана қаласында да бар. 88 мың бірлік дәрі-дәрмек жалған жолмен есептен шығарылған. Мамандар алаяқтықтың артында үлкен ақша жатыр дейді. Салық органдары медициналық ұйымдар басшыларына қатысты камералдық бақылау жүргізіпті. Соңғы 2 жылдың нәтижесі жаға ұстатарлық. 1465 басшы 5 мыңнан астам жылжымайтын мүлік объектісіне қол жеткізген. Әрқайсысы 52-ден 124-ке дейін жер телімі, жеке үй, пәтер түріндегі мүлікті рәсімдеген. Сондай-ақ 14-тен 24-ке дейін автокөлік сатып алған. Сөздер айтылғаннан кейін кісілердің көңіліне тиеді, әрине біздің де көңілімізге тиеді. Неге десеңіздер, пациенттердің бізге енді сенімі азаят дегеніміз бар. Сондықтан соны айырғаны дұрыс деп ойлаймын. Бірден сол бәрі жаман деуге болмайды. Дәрігер Алтыншаш Жұмашқызы өз әріптестеріне ренжулі. Осы салада ұзақ жылдық тәжірибесі бар маман, барлық медициналық мекеме цифрлық бақылауға алынса, мәселе шешіледі деп санайды. Өзі жетекшілік ететін нөмірі 5-ші емхана біраздан бері сандық жүйеге көшкен. Компьютер қателікті бірден бетімізге басады дейді. Егер учетты дұрыс жасамасақ, біз оған штрафқа дейін салынады. Сондықтан біз күнде соны түзетуге тырысамыз. Әрине, егер де қылмыстық жасаса, оған басқа шара қолданады деп ойлаймын. Сондықтан медицина саласындағы проблемалар сол көмекті дұрыс көрсету үшін шешіліп жатыр. Мен үшін жүйенің ыңғайсыздығы жарна төленіп тұрған кезде ғана медициналық қызмет көрсетілетіндігі. Осыдан шамалы уақыт бұрын жұмыссыз қалдым. Емханаға барсам сақтандыруым жоқ дейді. Жылдар бойы менің атынан салынған қаржының игілігін мен неге осындай сәттерде көрмеймін? Соны ескерсе екен. Айтпақшы, жүйелі бақылау жоқ деп алшаң басқандар жауапсыз қалмайды. Қазіргі уақытта мемлекет басшысы тапсырмасына сай құқық қорғау органдарымен бірлесіп, заң және тәртіп қағидаттарына сәйкес тексеру жүріп жатыр. Жалпы біз денсаулық сақтау және білім беру саласында көрсетілетін қызметтердің сапасын қатаң бақылау орнатуды тиіспіз. Өйткені халықтың өмір сүру сапасы аталған мәселелерге тікелей байланысты. Айта кетейік, халық көп үміт артқан мәміс елімізде 2016 жылы құрылды. Бір жылдан кейін оның өңірлік филиалдары ашылды. Жан-жақты дайындық жасалып, 2020 жылы жүйе іске қосылды. Қазір қорда 17 миллионнан астам адам сақтандырылған. Мәмістің көмегі өте көп болды. Мысалы, сахарный диабетпен біз санадық, мысалы 120-130 одан да асып кетеді кейде, ай сайын алатын дәрісі. Ол кісілер уақытында дәрін алып тұрса, олар медицина көмегіне де көбірек болмайды, осложнение де аздау болады, и өмірінің ұзақтығы да дұрыс болады.
Қордың қызметін жақсарту үшін айтылған ұсыныс пікірлер көп. Жақын арада келесі шаралар қолға алынатын болды. Елімізде 700-ге жуық бастапқы медициналық көмек ұйымы тіркелген. Соның шағын, жеке жұмыс істеуге қауқарсыз дегендері біріктіріледі. Жүйеде қазір 3000-нан астам тариф қолданылады. Бұл да медициналық қызметтерді бақылауды едәуір қиындатады. Сондықтан қосарланған қаржыландыру кең таралған. Сондай-ақ бір науқастың 2 медициналық ұйымның базасында тіркелуде жиі анықталуда. Денсаулық сақтау министрлігі халықтың нақты қажеттіліктеріне медициналық көмекті жоспарлауға көшеді. Қаржыландыру көлемі ең тиімді мемлекеттік және сенімді жеке емханаларға бағытталады. Ал жалған есепті болдырмау үшін бірыңғай цифрлық бақылау енгізілмек. Қосарланған төлемдер салыстырылып, барлық қаржыландыру көздерінің мәліметтері біріктіріледі. Пациенттермен кері байланыс мобильді қосымша арқылы жүзеге асады. Сонымен бірге сапаны бақылау күшейіп, лицензиялау талаптары қатаңдайды. Саладағы сорақылық салдарын ескеріп, премьер-министр мәмісті қаржы министрлігінің қарамағына беруді тапсырған. Мұны президент құптап, пәрмен берді. Ұлттық құрылтайда денсаулық сақтау саласына триллиондап қаржы құйылғанымен талан-таражыға салу тоқтамай тұрғанын сынады. Негізінен бұл қарапайым қосып жазу және мемлекеттік қаражатты аса әрі көлемде жымқыру мақсатында құжаттарды қолдан жасауға қатысты сорақы фактілер, бүкіл ел сапалы экономикалық өсімге қол жеткізу, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру, денсаулық сақтауды дамыту үшін күш-жігер мен қаражатын жұмылдырып жатқан кезде әлеуметтік салаға бөлінген орасан зор қаржы қаражатының талан-таражға салынуы мүлде жол беруге болмайтын жағдай. Ендігі міндет қор жұмысының тиімділігі артуы тиіс. Медицинаға жұмсалмай активтерде жиналған қаражат, қосарланған қаржыландыру секілді заңсыздықтар сап тыйылуы керек. Бұл істе қаржы министрлігіне қырағылық керек ақ. Жүйені толық цифрландыру туралы шешім қабылданды. Ердәулет Ыбырайұлы, Дархан Күнтуов, Жеті күн.